қалуымға бардың, иә? Қалауымнан бір-ақ шыққан соң бір серьезный бір үш отношения болған шығар. Барлық жерде хит болып жатсын. 12 жас кішкентай деп естідік қой. Сөйтсем Ақерке де сондай жас кіші болды, тұқым қуалай ма дейді маған. Мектеп кезінде маған қарамайтын ешкім. Кім бұл? Абылай ма? Аға. Абылай. Я ненавижу тебя. Медет, айта алмаймын. Мен қалуымда қолбокспен отырғанмын. Ат деген мәселелер болды біздің арамызда. Тауға барайықшы, тауға барайық. Енді біз түсініп отырып қой, Ақерке енді жас қыз деп. Пенсияда отырмын ба деймін. На рассвете сел деп айтқам ғой. 1040 жазады деп. 1040 жазып болса 940 точно жазады. Жабасаш деп айттым. Жап деп айттым. Шынайысы Ақерке болды. Шынайы. Не үшін сөйлеспейтіндер қазір? Сәл ауырлау тақырып маған. Именно Ақерке келген кезде менде параллельно ешкіммен сөйлесу болмаған. Бір мүмкіндік сұрайтын болса қабылдайсың ба? Қайтадан барасың ба? Мен өз еркіммен кеткен жоқпын, мені уволить етіп жіберді. Бір сериал түсірген болатынбыз. Сол бір рөлдердің бірін алғаныма өкінбеймін. Біздің актерлардың барлығында ешқайсында болып болған жоқ. Ешқайсында болып болған жоқ. Тіркеліңіздер, біздің көріңіздер, лайк, комментариймен қолдаңыз. Әр жыл сайын желтоқсанда өстіп салбырап жалғыз қалам. Ассалаумағалейкум достар, Тірі жаман атты подкастымызға қош келдіңіздер. Және біздің ең бірінші подкастымыздың қонағы актер, блогер, шоумен, спортсмен Сержан Серікұлы. Ассалаумағалейкум. Қош келдік. Келгеніме қуаныштымын, алғашқы қонақ болып. Аха, Сержан, сені шақырған себебіміз, енді сен бөтен адам емессің, өзімнің досым негізі. Осы бисмилля деп ең бірінші подкастымызды бастап жатырмыз. Содан кейін осы Сержан досымызды шақырып, осы подкастымыздың тұсаукесерін өткізейік деген ниет бар. Ал енді Сержан мен өзім жақсы танимын, бірақ та көрермендер танымайды. Сол үшін ең бірінші жалпы өзің жайында айтып кетсең, балық шағынан бастап, қай жерде өмірге келдің деген сияқты. Мен 1990 жылы Райымбек ауданынан Нарынқол ауылында дүниеге келгем. 2 жасымнан бастап Есік қаласында тұрамын, көшіп келгем, ата-анамыз көшіп келген. Сол мектепті, колледжді осы Есік қаласында бітірдім. Соны аяқтап осы жақтан әскерге кеттім. Әскерден келіп ең алғашқы рет үйлендім. Сол жаста 20 жасында әке болдым. Сосын сол дальше больше өмір сүрдік. Білуімше, бала знак зодиака близнецы деп. Білуімше, баланың бойы өзімен бірдей, иә? Неше жаста? Қазір міне 15-ке келді уже. Саған содан берсін 15 жыл өтті ме? Иә. Уақыт деген масқара екен. Енді өздеріңізде көріп жатқан жарыстар, Санжар негізі Сержаннан аумайды. Тура копия өзі ғой. Бойы да өзінен асып кеткен ба, иә? Мен шыны керек біраз уақыттан кейін бардым ғой олыма. Сол кезде барған кезде, сурет салған кезде менде анандай күтпеген реакция болды. 99.9% өзінен алмайды екен деп жазды. Иә, оны көрдім. Қуандайтын. Так, енді бәріміз бөліміміз бойынша қалуымға бардың, иә? Қалуым бағдарламасына бардың. Я, болезнь тема. Так, неше рет бардың, неше рет қатысушы болып бардың, неше жыл жалпы сен сұрақта жүрдің? Жоқ досым, болезненный емес, ол ақиқат нәрсе барғаныма. Мен барғаным үшін ешқашан өкінбеймін. Мен көп жылдар бойы әскери қызметші болғам. Сол жақтан бір енді болады ғой өмірдің бір ағынымен бір мен өз еркіммен кеткен жоқпын, мені уволить етіп жіберді. Өйткені мен марқұм әкем бар кезде өте андай ерке, арт жағында не болады, алдында не болады дегенді ойламаған адаммын. Сөйтіп жүріп те үйленіп кеткен адаммын. Содан бүйтіп ажиотажбен сол әкеме сеніп жүрген кезде бір дисциплина жағынан менде қатты бір проблемалар болып кетті да соңғы кездері. Мен как раз сол жылдары, мені уволить ететін жылдары мен ажырасып жатқанмын. И сол ана моменттер бәрі біткен, дисциплина хромать етіп, сөйтіп мен частьтан увольнение түсіп қалдым. Менің ана частьтағы жеткен достиженияларым, физический подготовка, мен рекордсмен болғам. Бүкіл бригадада жалғыз рекордсмен болған физподготовканың. Соның өзі көмектеспеді. Сразу уволить етіп жіберді мені, сөйтіп жүріп, мен охранада жұмыс істегем. Охранада жұмыс істеп жүріп, мені мамам үйде қарап жүретін қалауымды. Мен мән бермейтін ол нәрсеге.
параллельно алып жүрдің, получается? Жоқ, ауыстырып тастайтынмын да. Ой, неме мынау деп. Сонымен жұмыста анандай демалатын жерге кіріп қалғанда дос балаларым қарап отыр екен, сонымен аламын, ауыстырып жіберемін. Ау-мау, сөйтсем аналар кәдімгі фанат етеді, көреді екен де ана бағдарламаны сол жылы. Сонымен немене қарайсыңдар бұл бағдарламаны деп спорт етіп кетті де, сонымен арасында бір өзімнің служагым әскерде біреу болған, осы Алматыда. Духың жетсе бара аласың ба деді. Мен өзім білесің ғой енді. Спорт еттік. Ештеңеден тайынбаймын. Спорт еттік, конкретно айтқанда $400. Оқты. Бара аласың ба деді. Бірақ сенде 2-ақ күн срок деді. 2 күннің ішінде бармасаң ұтыласың деді. $400 күйдіріп баратыр. 2018 жылы ғой. 17 жыл. Ертесі кешкісін қалауымнан бір-ақ шыққансың ғой, короче. Сөйтіп жұмысқа келем ғой. Сөйтіп ең алғашқы барған кезім жаңа айтып отқанда. Жұмысқа келсем бәрі шоқ қой, былай сен натуре отморозок екенсің дейді. Сөйтіп 17-те бардым, үміткер болып, сосын болмай қалды. 18-де қатысушы болып бардым. Өтірік айтпасам 3 ай ғана отырдым мен ең алғашқысында. 19 жылы 2 жылдан кейін бардым, 1,5 ай отырдым. 24 жылы бардым, 1 ай отырдым. Ол көбісі ойлайды, 2017-тен сен көне кезінен отырсың, отырғаныңа 8 жыл болды, неге үйленбей? Ондай болған жоқ. Мен уақыт сала-сала 3 ай, жаңағы 1,5 ай, 1 ай деген сияқты сондай ғана отырған. Мен бүйтіп ана жақта 9 ай жатып алып бүйтіп отырған жоқпын. Сондай, бірақ рахметім. Үміткер мен қатысушының не айырмашылығы бар? Білмейтіндер бар да? Үміткер мен қатысушының айырмашылығы, қатысушы ол эфир басталғаннан бастап сол жерде отырады, үміткер күтеді, үміткер келеді, ол кім келгенін білмейді, шымылдықтың ар жағынан ашылғаннан кейін бірақ көреді. Үміткер ол сырттай көреді да ол адамды. Например, мысал ретінде айтайын. Ренжи қалмайтын шығар. Мысалға сен қатысушы болып отырсың. Сені сырттай бір қыз көреді. Ойбай, медет қандай краш жігіт, сақалын айтсайшы, анау деген сияқты. Сондайда сабырлы, иманды деген сияқты келтіреді. Осыған барам дейді, например, ақылдасатын адам әке-шешесімен ақылдасады и барады. Өзінің бағын сынап. Бірақ саған ұнамай қалса, сен қайтарып беруге правың бар да. Сондай в общем айырмашылығы. Ең бірінші жұбың есіңде ма? Қалай болады екен? Ең алғашқы жұбым, енді ол білмеймін, айтуым дұрыс па, дұрыс емес па, бірақ ол бәрі танитын адам болған жоқ. Ол адамды ешкім танымайтын. Ол адамды ешкім танымайтын. Ол әшейін маған Шымкенттен келген бір қыз болды. Сондай болды да, в общем. Сол. Жалпы жұбың таптың ол жаққа барғаннан кейін? Жұбым болды. 3 рет қатысушы барды ме? Жұбым болды. Неше түрлі историялар өтті алдынан. Сержан анандай, сержан мынандай деп болды. Бірақ осы соңғы рет барған кезінде мен енді былай айтады ғой, жүрегім бір ұшқын пайда болды деп айтады ғой. Мен өзім негізінде алғашқы ұшқын деген сөзді мен жарып кеткен мына жаққа. Ұшқын пайда болды, искра деп. Сон бір ұшқын пайда болды. Енді оны жасырып ештеңе жоқ. Ақерке деген танитын адамдар бар. Месі болған сол жақтың. Сондай пайда болды, 1,5 жылдан астам жақсы бір уақыттардың бірі болды деп айтсам болады. Уақыттардың бірі болды. Спорлар да болды, арамызда ұрыстар да болды, бірақ әрдайым татуласып, сондай бір жақсы болып кететіміз. Бірақ енді жұбың, яғни жұбың тек Ақерке ғана болды. Басқа бір ондай бір вау деп айтады. Мен айтайын, шынайысы Ақерке болды. Шынайысы болды. Мен андай біреудің көңіліне тию мақсатында бірдеңке емес. Мен танысқан адамдармен көрейінші, бағымды сынап көрейінші деген ғана ойым болды. Ақеркеге кәдімгідей менде настрой болды. Осы адам деген сияқты. Түсінесің бе? Осы міне деп. Бірақ енді неше уақыт сөйлестіңдер Ақеркемен? Ақеркемен общий уақыт 1,5 жылдай.
1,5 жыл о. Иә, ол кәдімгідей срок мен үшін. Менде бұғандыға дейін ондай уақыт болмаған. Енді 1,5 жыл оңай уақыт емес негізі. Иә. 1,5 жылдың ішінде уже адам бір-бірін жақсы таниды. Сонда не үшін сөйлеспей кетіңдер қазір? Не үшін мәмілеге келмей қалдыңдар? Ол қалай болады екен? Мен досым, шыны керек, мен айтайын саған, кішкене сәл ауырлау тақырып маған негізінде. Мінез, бірдеңке деп айтпаймын мен ол нәрсені. Бәрі айтады қазір, например, жұптармен айырылысып кеткен кезде не болмалды деп, мінезіміз келмей қалды деп. Солай болды енді досым. Ол да мүмкін қаламады, мен қаламадым ол нәрсені. Мен соңына дейін бару ойымда болған. Шын айтсам, мен қалай айтсам болады. Қараш, Ақеркеге дейін болған таныстықтарда мен параллельно сөйлескен кездерім болды. Мен жасырмаймын ол нәрсені. Басқа қыздармен? Иә, мүмкін деген сияқты. Бірақ именно Ақеркеге келген кезде менде параллельно ешкіммен сөйлесу болмаған. Өйткені менде настрой болды бірақ тоже болды деген сияқты. Но енді анау стоило того. Жас қыз, әдемі қыз. 12 жас кішкентай деп естідік қой. 12 жас кішкентай енді. Бізде баяғыда анау эфирде отырған кезде бір бауырым бар еді. Сол айтады ғой, сіздің мамаңыз папаңыздан осындай ма жас кіші екен ғой дейді да маған. Сұрақ қойып отыр да эфирде отырса. Иә деймін ғой. Сөйтсем Ақеркеде сондай жас кіші ғой, тұқым қуалай ма дейді маған. Сол сияқты марқұм әкеме ұқсаған шығар бәлкім. Білмеймін ғой. Мен өзім үлкендермен сөйлесе алмаймын. Маған андай кішкене болмайды үлкендеу дейді. Еркелетіп жүрген ұнайды дейсің ғой. Иә, еркелет. Жалпы енді мысалға Ақерке қазір келіп саған, Сержан кешір, оказывается, сен менің жұбым екенсің деп бір мүмкіндік сұрайтын болса, қабылдайсың ба? Қайтадан барасың ба? Мен келмейді ол. Келмейді? Ол соншалықты қиын нәрсе ме? Келмейді дейтін не? Өзі келіп тұрса мысалы. Ол үшін қиын нәрсе шығар. Жарайды. Жарайды, Ақеркені көп қозғай бермейік. Ақерке болып кетті подкастымыз. Так, жалпы ол Ақеркеге дейін неше қызбен сөйлесіп едің? Жалпы мына мектептен бастап деп айтайықшы, алғашқы махаббат. Мен былай парта басында басылады емес па? Мынандай өмірімде қызық бар менің досым, қарашы. Мектеп кезінде маған қарамайтын ешкім. Прикинь? Бір қызды мен қатты ұнатқам бала кезімде, бала махаббат деп айтайық. Ол менің досым ұнататын. Андай біртүрлі болатын мен кәдімгідей ше. Досың кім ол? Абылай ма? Аға. Ана екеуміз ұрып жүрмесін. Прикинь, Абылайды ұнататын ғой. Абылай, я ненавижу тебя. Ол сәл багниктеу негізі. Ты мой брак. Сондай болатын ғой, прикинь. Мен бүкіл жерде ананың атын жазам, ол бүкіл жерде Абылайдың атын жазады ғой. Анкета деген бар еді ғой баяғыда. Сондай да. И сөйтіп жүріп әйтеуір білмеймін ғой, сөйтіп үйленіп кеттік қой әйтеуір. Бірақ мен мектеп кезінде бір қызбен жүргендерім есімде жоқ. Мен көбінесе орыс қыздармен сөйлесемін. Орыс классының қыздары бар ғой, солармен масқара общениеде болатын. Жоқ, жалпы неше қыз деген ғой, саны бар шығар, саны. Жоқ па саны? Не де айта алмаймын. Калькулятор берейін бе? Неше қыз дегенде бір серьезный бір үш отношения болған шығар. Шыны керек. Жарайды. Жалпы басында жаңа таныстығым ғой. Негізі Сержан блогер болып. Бір жағынан жұмыс істейді, бір жағынан пайда табады. Сол жалпы блогерлік жағынан айтып кетсең қысқаша, қай кезден бастап блогерлікті бастадың? Енді ол қалыңға қатысқаннан бастап подписчик көп еді, ол ұясында. Жалпы бірден қалыңға бара сап, бірден бастап кеттің бе, жоқ әлде қай жылдан бері айналысып жатсың жалпы? Сенің основной доходың сол блогерліктен ба, жоқ әлде тағы қосымша табысың бар ма? Мен алғашқы рет неге қалауымға барған кезде менде Инстаграм болмаған негізі. Инстаграм, анау соцсет дегенде мен қатты
қызығушылығым жоқ еді военный охранник. Иә, ой, военный. Мидың бәрі не ғой? Мен қалғанда полубокспен отырғанмын дейсің ба? Тек рация дейсің. Да, конца полубокспен отырғанмын ғой. Сөйтіп достарым айтады ғой маған, военныйдың темасынан шықшы сержант болып дейді ғой. Бұл өте бар, ер жігіт бар, жаңа Бауыржан Зорбай деген досымыз болды. Барлығы білетін Бердақ деген жігіт, мықты ер азамат. Сол жігіт болды. Солар айтады ғой, военный темадан шық. Мен андай болатын, таза андай. Клубтарға бірдеңке площадка ма? Мынандай ғой, короче. Мен андай болатын ғой, постоянно в теле вместе андай бірдеңке болса сразу төбелесе кетіп, сондай ше. Сөйтіп 18 жылы әлі есімде 20 августте алғашқы эфир болды. Сол кезде ер жігіт екеуміз қатты дос болып кеттік. Ер жігіт Асанхан деген көріп отырсаң, саған досым жағын сәлем. Сол екеуміз қатты дос болып кеттік бірден. Сонымен үйіне келіп жатқанда ол инстаграмын шұқылап атады. Сосын мен қасына келіп енді қызығамын ғой енді. Не деп қараңыз, досым инстаграмың жоқ па не? Жоқ. Ма саған инстаграм ашу дейді да. Сол күні эфирден кейін 20-шы өмірімдегі бірінші қатысушы болған эфирден кейін кешкісін үйге келгенде ер жігіт осы инстаграмды ашып береді ғой маған. Содан бастап кетті. Мен алғашқысында жаңағы ер жігіт сияқты, Бауыржан сияқты, екі Бауыржан олар сияқты жүргізбейтін. Мен анау Samsung iStyle деген бір телефонмен жүретін, болса болды, болмаса болды, мен ана қызықтап бүйтіп қана көріп жүретін. Маған айтатын жүргіз. Өтірік айтпаймын, мен Instagram ашылғаннан кейін 1,5 жылдан кейін алғашқы рекламамды алған кезде дәмін таттым ғой. Жүргізу керек дедім ғой. Сотка ауыстырдым, үйттім, стористер сұрап алдым. Алғашқысында ерсі болды маған. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар деген. Ойыма болмайды. Достарым не ойлайды? Военный достарым не ойлайды деп. Салғанның өзінде де военный достарымыз жазады. Не істеп жүрсің, сен типсің ақа деген сияқты. Ол Нұрбек жазған сияқты мен типсің. Нұрбек миллион рет жазған, ол Нұрбек даже санамай типок дейм ау. Анандай военный достарым 4 часть істеген, 4 жақтан да. Енді нужно ол уақытта өту керек болды. Басында болды істемеймін, әмін аладымдар, күліп атыр деймін. Тағы рекламаға қалады. Ақшасы дәмді ғой мына рекламаның, оңай салынатын. Соны дейсің да сал жүресің. Сөйтіп үйрендік қой досым. Сөйтіп Аллаға шүкір, Аллахтың қалауымен. Қазір Астананың доходын 255 мыңға жуық оқырманым бар. Доход, иә. Основной, иә? Иә, основной. Жарнама аламыз, жаңағы чаймен айналысам мен. Өзің білесің ғой. Сол чайымызды Аллаға шүкір. Жанына балық едім. Примерно айлық табысың? Енді, как говорит қазіргі қыздар, жас қыздар, нормальный еркек 2-3 миллион табу керек деп. 1 миллион аз деп. 3 миллион болмаса да 2 миллионға жоқ, 2-2, 2-3 сондай. Аллаға шүкір. Табыс бар. Берекесін берсін. Әмин. Содан кейін досым негізі спортпен айналысатыны бар. Қысқаша айтып кетсең, жалпы спортқа қай кезде келдің, не үшін келдің, не түрткі болды саған? Ол спортқа қызығушылық. Біздің бөлімше әйтеуір мектепте қызықпайтынсың әйтеуір. Мен футболист едім ғой. Футболист ол бөлек әңгіме. Төбелес ба? Бөлек, каратист. Мектеп кезінде енді мен футбол жаңа атлетикамен қатты айналыстым, жүгірумен. Сол нәрсеге қызығатым, өйткені әкем сол нәрсемен айналысқан кезінде. Сөйтіп, мен енді білесің ғой, былай мұғалімдердің мазасын алып, ана біреулердің жас мұғалімдердің мазасын алып, сөйтіп бұзық болып жүргенмен, мен сәл андай именно конфликтный ситуацияларға келген кезде мен сәл жуастау болған ғой, білесің ғой. Бірақ мен тайынбайтын ешқашан. Шамам келмесе де былай жұдырық салып, төбелесіп, сөйтіп кете беретін, мен балалық әңгіме ол. Мен айтайын ба, әскерге кеттім ғой. Менде сол кезде бірдеңке оянды. Әскерге кеткенде. Сонымен әскерден келгеннен сәл тренировка істеп жүрдім. Өзде мен военный едім. Сол жақтан етем. Одан кейін анау дискотека, клуб, бар деген сол жақта төбелесетіндер шығардым. В общем, андай оянды ма бір бәле болып менде. Содан кейін папам ол кезде бар. Сол кезде маған папам бір рет айтып қалды. Осындай рингқа шығып, сен төбелессең ғой, қалай болады екен дейді. Сен қарап отырсаң ғой. Өйткені папам кішкентай кезімнен видиктің кезінде UFC-дің видиктары шықты ғой. Базарда 50 теңгеден прокат болатын. Удостоверениені қалдырасың.
сол 50 теңгеге прокатқа алып кетесің үйге. Соны жайып келіп тасып көресіз. Сол папам кішкентай кезімде жаңағы бойларды қарайтын. И соны мен мына жерінде оянды да. И сөйтіп мен осы еліне дайындала бастадым уже. Мен шығам дедім. Қазақстанда бізде үлкен мүмкіндіктер бар деп мен шығам деп жүрген кезде папам ауырып қалды ғой. Сөйтіп папам қарап жүрдік. Сонымен папам қайтқаннан кейін 4-ші жыл ма? Папам қайтқаннан кейін барлық зиян әдеттерді қойып, таза спортқа келіп, оның бір жағынан маған танимай ма Марат Балаев деген ММА-ның жауынгері. Сол кісі маған мотивация болды, шыны керек. Өйткені ол кісі 41 жасында чемпион болған ғой. Соны 30-дан аса, 30-ды қатаман ғой, полностью осы бетке бұрдым, 5 жылға жоқ болды ма. Сонымен бұрып, алғашқы дебютімді отырып қалдым, бірақ сонда да мен рингқа шықтым, осы ощущениені көрдім. Әкем тірі болған кезде ұтылғанымды көрсе де, менің балам ақыры шықты деген оймен отырады деп гордиться ететін шығар осы деп оймен. Сонда да осы жаққа шығуымды клеткаға төрлесемді, марқұм әкеме арнаймын деп айтқан болады. Сондай түрткі болды ғой үшін. Жақсы. Енді бір өміріңде болған бір қызық бір оқиға айтып кетсең, есіңе түссе әрине қазір. Бірден сұрақ қой. Бізде қызық историялардың бәрі. Бізде қызық историялардың бәрі эфирде ғой сол досын. Біреуін айтып кетсең. Енді негізі білеміз ғой, TikTokта бәрі жерде хит болып жатсын. Бір таныс дауыс деймін да, короче. Қарай қалсаң, дауысымның дауысын ұрып жатады ғой, короче. Даже нелерде, звездаларды ұрып жатады, короче. Сон бір қызық оқиға, бір залды жарған момент. Мен анандай ғой, біздің енді сол әңгімеге тіреледі, по-любому ақыры екеуміздің арамыз 12 жас қой. И ат деген мәселелер болды біздің арамызда, тауға барайықшы деген. Одан кейін не мәселелер болды? Жастың мәселесі. Мен эфирге келемін, мысалға, үміткер болып жүрдім ол кезде. И барлығының айтатыны, енді біз түсініп отырып қой, Ақерке енді жас қыз деп. Бір күні тойып кеттім мен досым, серьезно айтамын. И аналар айтып отыр, үндемей отырмын. Бірақ жарылуға сәл ғана қалып отырмын. И мына жақта Ақеркеде айтып қалады ғой. Енді мен жап-жас қыз болған кезде болды ғой. Жарыламын ғой. Мен андай ғой. Бәрі ойлайды, сен специально істедің, кейбіреулер жазады, ой, мына сценарий. Ешқандай да істемеймін. Крик души болып кетті ғой. Мен айтамын да, мен пенсияда отырмын ба деймін. Мен 73-теймін ба, мен денем бәрі сықырлап, қиқылдап тұр ма, майланбай тұр ма. Мен 34-темін дедім ғой, өзі 34 дедім ғой. Бір қате айтып кеттім, в рассвете сил дегенді на рассвете сил деп айтқам ғой. Бәсе? Я в рассвете сил деп айтып жүрген, соны эмоциямен походу сөйтіп на рассвете сил деп айтып кеткен едім. Сондай бір случай бар, сосын анау өтеді өзіме. Ол қалай айтып қойғанымды білмеймін, қазір бойдақпын деп жазсам, 1040 жазады деп, 1040 жазбаса 940 точно жазады деп. Енді анандай көп алып қойдым беген, анандай TikTokта мемдарды көремін да, типа әйелің өзіне көп алып қойғанда, или күйеуі өзіне көп алып қойғанда деген надпистермен көп жазады. Қандай жерде көп жазу емес. Мен ол нәрсені неге тіредім? То, что мен қисайып, қартайып тұрған жоқ, мен де жап-жас жігіттім деген сияқтыға келтіргенмін. Ол негізінде өзіме көп алу емес. Кеше ма естіп қалдым да, анау басында жай айттым деген шығар. Ол не тема ол, мен естіп ол теманы. Кішкене бір киім жайлы мәселе болады, мысалы. Ол Ақеркемен связаны ма? Бәрі сол жолы айтып кетші, именно. Мынандай кішкентай несі, мынандай ашық болған ғой соған. Топикеге ма? Сосын? Жай айттым, жап деп айттым деп айтқам ғой. Жаба ой деп айттым, жаба саш деп айттым, жап деп айттым деп андай ше. Сөйтіп андай, типа мен неше түрлі вариантпен айттым деген сияқты. Сен жапты ма? Жапты. Жаптырасың ғой десің. Ал енді достар, жалпы біз 2 жыл бұрын бір сериал түсірген болатынбыз. Осы студияда отырып, командамен отырып, ақылдаса келе. Негізі біз короткометражный фильмдер түсіріп жүргенбіз ше. Короткометражный фильмдер түсіріп жүргенбіз. Сонымен командадағы балалар тұрды да. Өзімізге көп алып қойдық дейінші шыны керек. Давайте сериал түсіреміз деп бәрі. Неге? Бірақ не салды ғой? Ау? Бірақ не салды?
жоқ, жалпы да басын айтамын да, ашық айтып отырмын да. Просто өзімізге көп алып қойдық деймін да. Біз короткометражный 4 минуттық фильм түсіріп жарыстарға қатысып жүргенбіз, международный жарыстарға. Сөйтіп сериал түсіреміз, давай сериал түсіреміз. Ол негізі өте сондай бір андай бір көп уақытты, нервті алатын нәрсе екен да. Қаншама ақша кетті. Сөйтіп сериалды бастадық. Бастағаннан кейін уже команданың адамдар ақырын кете бастады, шеттеле бастады. Сол кезде біз жаңағыдай кастинг жариялап актерлар іздей бастадық. Бірақ біз актерларға айттық, бізде бюджет жоқ, біз гонорар төлей алмаймыз. Енді бір жағынан бір профессиональный актерларды шақырған жоқпыз негізі. Сол кезде осы Сержан досым көмектесті, Алла разы болсын. Келіп главный рөлдің бірін ойнап берді. Ол сериалда негізі студенттер жайында сериал. Енді сол жалпы сол сериалға түскен кезде эмоцияң қандай болды, және де қандай қиыншылықтар пайда болды. Жалпы сол киноға түскенге өкінбейсің ба, сол жайында айтып кетсең қысқаша. Енді бұл бірінші опыт. Шыны керек. Сондықтан мынандай кездер болды ма деді, мен шыны керек. Қазір айта береміз ғой енді. Бір жұмыстан проблемалар болып қалады. Бірақ біз ертесі күнге жаңа съемкаларда запланировать етіп қойғанбыз, сен екеуміз, там командамен деген сияқты. Сонда да мен енді проблемаларым болса да келіп жүрдім, түсіріп жүрдік, бірақ маған рөлге қиын болды да кіруге, өйткені мен мына жақтан көңіл күйім болмай тұр, мына жақтан бірақ көңіл күй беруім керекпін. Сен мысалға айтасың, Сержан, сен мына жерде күлуің керексің, мына жерде радостный эмоция беруің керексің дейсің. Мен мына жақтағы проблеманы ойлап тұрып, мына жаққа эмоция қатты бере алмай қалған кездерім болғанда, сол жерлер маған кішкене қиын болды. Өйткені ол кезде бір жұмыстармен енді қалыптасып сөйтіп жатқан кездеріміз болатын ғой біздің. Сол бір моменттер болады қиын. Қалған барлық жері жақсы, команда жақсы. Өкінбеймін. Түскеніме, съемкаға келгеніме, сол бір рөлдердің бірін алғаныма өкінбеймін. Өйткені бұл алғашқы опыт. Бұл по-любому есте қалады. Ол мысалға сен Құдай амандығын берсе, Құдай қалап солай болсын, екеміз болсын, басқа біреусін 50-60 кино түсіріп тастасақ та, бірақ мына кино по-любому есте қалады. Алғашқы деген. Негізі рөлін жақсы ойнап алып шықтым негізі. Бірақ енді жалпы мына сырттағы настроение үшін негізі актерға влиять етпеу керек та. Ол қандай жағдай болмасын, ол бірден күліп тұрып былай салу керек та. Енді біздің актерлардың барлығында ешқайсында болып болған жоқ. Барлығын айтқанда үйреттік. Басында келгенде қандай болған? Кәдімгідей жаттан сөйлеп тұратынша. Бірақ Аллаға шүкір, барлығын үйреттік, кәдімгі рөлге кіріп, енді оларды уже басқа бір фильмға түсіретін болса, мысалға, ол режиссерлар уже қатты қиналмайды да, ол актерлармен, өйткені оларда уже фундамент бар да. Фундамент бар. Мен именно ол актерларға уверен айта аламын, олар ешқандай қиналмайды. Олар жаңағыдай өздерінің рөлдерін оңай алып шығады деп соған сенемін. Так, енді бұйыртса, бұл сериалымыз негізі 2 жыл бұрын түсірілген, бірақ белгілі себептермен эфирге шыға алмай жүрді. Енді осы жақын арада бұйыртса жарық көреді. YouTube арнасына тіркеліңіздер, біздің көріңіздер, лайк, комментариймен қолдаңыздар. Бұйыртса Сержан ағайдың, ол жерде Сержан мұғалім болып ойнайды, физиолог ағай болып ойнайды. Жалпы қолдап кетіңіздер, комментарий ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Так, айтпақшы досым, мынау сақалы не болған? Тұсқап Досым бұл шыны керек енді біреуге ұят шығар айту, біреу ұялатын шығар, біреу намыстанатын шығар, бірақ мен лицемер емеспін, сен білесің. Мен ішкі жан дүниемде не болып жатыр, мен біреу сұраса, мен айта саламын. Мен шыны керек соңғы уақыттары қазір бір андай неде жүрмін, күйзелісте. Депрессияда жүрмін мен. Алғашқы бір өзім жеке басымда бір проблемалар болып, күнде сол нәрсемен анандай стресс алып неткен кезде түсті. Мен әкем қайтқан кезде 4 жыл бұрын мен құлағымның артында түсіп қалған. Неге мен стресстен деп жатырмын? Потому что мен білемін да, артындағы құлағымның артынан осындай ойылып түсіп қалған бар. Сол мынау түседі ғой менде. Ол енді
таза жеке өміріме байланысты мен айтамын. Неге менде дәл осындай, басқаларда ондай емес деген сұрақтар қояды, бірақ біреуден мен қателікті іздемеймін, қателікті мен тек қана өзімнен іздеймін. И шыны керек айтайын ба, әр жыл сайын желтоқсанда өстіп салбырап жалғыз қаламын. Бірген жылдың аяғында сенесің. Уайымдап отырсың. Иә. Жылдың аяғында әр желтоқсан менде осындай. Бүйтіп басым салбырап жалғыз өзім қаламын. Ара қатынаста не етеді? Арамызда сәл бір құпия болып қалсын деп шыны бар деген жайсыз. Былтыр да желтоқсанда мысалы Ақырет екеуміз ұрысып қалғанбыз. Биыл желтоқсанда тоже қайтадан желтоқсанға жалғыз кеттім деген сияқты. Андай ғой, ойламайын десең де, бірақ іште бір күйзеліс бар. Соның барлығы осы бір әсер етті. Өйткені мен анализ тапсырып өткен кезде маған айтты, стресстен болып жатыр бұның бәрі. Сондай да, ананы емес, мынаны ойлайсың. Мен мына асты, жаным, бәрі түсті. Жағып жатыр ма айтыр аны? Боп, досым ойыма. Бір қиын күннің артында бір жақсы күн бар. Әмин, әмин. Алла тағала жақсы күнде жолығып нәсіп етсін. Денсаулығың мықты болсын. Подкастқа келгеніңе рахмет көп. Рахмет. Күшті болсын. Сау болыңыздар. Келесі подкастымызда кездескенше.